білім алушылар және тыңдаушылар, бүгінгі 11-ші дәрісіміздің тақырыбы химиялық өндірістердің және олардың өнімдерінің қоршаған ортаға әсері. Дәрістің жоспары: бірінші, химиялық өндірістер түрлеріне байланысты ластанулар; екінші, экологиялық қауіпті заттар және қалдықтар; үшінші, қоршаған ортадағы өндіріс қалдықтары, оларды зиянсыздандыру және өндіру. Химиялық өндірістерді технологиялық түрлеріне байланысты екі топқа жіктейді: биорганикалық заттар өндірістері және органикалық заттар өндірістері. Биорганикалық заттар өндірістеріне негізгі химиялық өндірістер, электрохимиялық өндірістер, нәзік биорганикалық өнімдер өндірістері, силикаттар өндірісі, металлургия өндірісі, минералды бояулардың және пигменттер өндірістері жатады. Органикалық өндірістерге негізгі органикалық өнімдер, жартылай өнім және бояу өндірістері, нәзік органикалық синтез өндірістері, жанатын заттарды өңдеу өндірістері, үлкен молекулалық заттар өндірістері және азық-түлік өндірістері жатады. Қазақстан Республикасы өзінің жер қойнауының байлығымен әлемге әйгілі. Елімізде аса маңызды минералдық шикізат түрлерінің бәрі бар. Республикамыз дүние жүзіндегі уран, хром және марганец қоры жөнінен екінші орында болатын болса, мырыш, молибден, қорғасын, мыс, вольфрам және алтын қорынан алғашқы бестікте кірген. Ал мұнай, темір, қалайы қорынан алғашқы 10 орынның бірінде. Ғылым мен техниканың дамуы қоғам мен табиғаттың мөлшерден тыс байланыс жасауына, қоршаған ортаның ластануына әсер етеді. Жалпы Қазақстан аумағындағы экологиялық мәселелердің қалыптасуына байланысты оларды көптеген ластану аймақтарына бөлуге болады. Мұнай-газ қалдықтармен ластанған аймақ. Бұл аймақтарға Каспий маңы, мұнай өндіру мен өңдеу салаларынан маманданған Атырау, Маңғыстау облыстары кіреді. Бұл аймақтағы экологиялық мәселе ол табиғи ортаның мұнаймен ластануы. Мұнай өңдеу салаларында ескірген технологияларды қолдану, табиғат байлығын шектен тыс пайдалану орасан зор экономикалық шығындар мен қоршаған ортаның бұзылуына әкелуде. Топырақтың деградациялануы, судың мұнаймен ластануы адамның денсаулығына және экожүйелерге әсер етіп, шөлдену процесінің жүруіне, биокөптіліктің жойылуына әкелуде. Осыған байланысты тыныс алу жолдарының қабынуы, тері аурулары, мүгедек балалардың туылуы, мұнай өндіретін аудандардағы орташа саны облыспен салыстырғанда жоғары канцерогенді көмірсутектің концентрациясының жоғары болуы бұл аймақтағы қатерлі ісікпен болатын аурулардың 2-4 есе артатындығын көрсетіп отыр. Мұнай мен газдың өндірілуіне байланысты тіршілік дүниесінің өзгеруі, балықтардың, уылдырық шашатын көксерке балықтарының кеміп кетуі, Каспий теңізіне ғана тән ит балықтарының қырылуы, осы аймақтағы капустин яр, азық полигондарының ұзақ уақыт жұмыс жасауына байланысты. Соған байланысты тұрғын халықтардың денсаулығының күрт нашарлауы, аңыз жерлердің шаруашылыққа әсер етуі бұл аймақтағы негізгі экологиялық мәселелердің айқын көрінісі болып табылады. Келесі өнеркәсіп қалдықтарымен ластанған аймақтар. Бұл аймақта Қазақстан Республикасының өнеркәсібі жоғары дамыған, ірі, түсті және қара металлургия, энергетикалық кешендер шоғырланған аймақтар жатады. Бұл аймақтағы мәселелер қоршаған ортада өндірістік қалдықтардың жиналуына, урбанизацияланған территориялардағы атмосфералық ауаның ластануы, ормандардың деградациясы, қорғауға алынған территорияның жеткіліксіздігіне алып келіп отыр. Бұл аймаққа солтүстік, орталық және шығыстағы Шығыс Қазақстан, Павлодар, Қостанай, Қарағанды, Ақмола облыстары жатады. Бұл аймақтағы қоныстанған халқының саны 7 миллионнан астам. Яғни мұнда тау-кен өндіру, көмір өнеркәсібі, жылу энергетикасы өндіретін орталық болып табылады. Аймақтың экономикасында ауыр өнеркәсіп маңызды орын алады.
Мұнда темір қорының 85%, марганецтің 27%, 99% хромит, мыс, полиметалл рудалары, 190 алтын кен орындары шоғырланған. Өнеркәсіптік қызмет нәтижесінде ауа, күкірт тотықтармен, фенолдармен, формальдегидтермен, қатты бөлшектермен және қорғасынмен ластануда. Семей ядролық полигоны 1989 жылға дейін жұмыс жасаған. Ол жерде 470 ядролық жарылып, нәтижесінде 300 мың гектардан астам территорияда радиоактивті жауын шашындар түскен. Осы жарылыстың 27-сі атмосферада, 113-ші жер бетінде, ал қалғаны жер астында жүргізілген. Олардың зияны миллиондаған адамдарға тиді. Осының нәтижесінде әртүрлі мүгедек балалардың пайда болуы, қатерлі дерт, сәулелік ауру, жүйке ауруы, жұқпалы аурулардың саны артып, болашақ ұрпақтың өміріне қауіп төндірген. Сонымен қатар байқоңырдан ұшырылған ғарыштық аппараттардың зиянды әсерін шетелдік және отандық ғалымдар зерттеп келіп, атмосфера тізбегінде, тропосферада, стратосферада, ионосфера қабаттарына әсер етіп, нәтижесінде озон қабатының жұқаруына, парниктік жылу эффектісінің пайда болуына үлкен үлесін қосатындығын айтқан. Сонымен қатар Балқаш көлінің ластануы, мыс пен энергетика өнеркәсібі бұл жерде ең басты ластаушы көз болып табылады. Келесі ауыл шаруашылық қалдықтармен ластанған аймақтар болып табылады. Бұл аймаққа тұрақты сумен қамтамасыз етуді қажет ететін ауыл шаруашылық бағытымен сипатталатын оңтүстік аймақтар жатады. Оңтүстік аудандардағы негізгі экологиялық мәселелер ол су ресурстарының жетіспеуі, яғни су көздерінің шайынды сулармен ластануы, жайылымның деградациясы, табиғи және мәдени ескерткіштердің бұзылуы болып табылады. Бұл аймақтарға Алматы, Жамбыл облысы, оңтүстік Қазақстан, Түркістан облыстары және Қызылорда облыстары жатады. Аймақтың экологиялық мәселелері негізгі су ресурстарын тиімсіз пайдаланумен, ластанумен байланысты. Кеңінен белгілі аймақтық экологиялық мәселе ол Арал теңізі болып табылады. Қазіргі кезде Арал теңізі 2 су айдынынан тұрады, үлкен және кіші теңіз. Арал теңізіндегі су тартылған бөліктің ауданы 30 мың километр кубты құрайды. Арал теңізінің кеуіп қалған түбінен сарапшылардың мәліметтері бойынша 200 миллион тоннадан астам тұз шаң-тозаң ретінде көтеріліп, айнала қоршаған ортаға қауіп төндіруде. Сонымен қатар ауыз су сапасының нашарлауы балалар арасындағы жұқпалы тері, шек-құрт ауруларының туындауына алып келуде. Биосфера антропогендік факторлардың әсерінен ластанады. Бұл халықтың денсаулығы мен олардың өміріне, флора мен фаунаның түрлерінің қысқаруына, қоршаған ортадағы тепе-теңдіктің бұзылуына алып келеді. Өндірістен шығарылатын қалдықтар өте көп мөлшерде ол пайдалы кендерден өндірген кезде шығарылады. Қазіргі кезде қолданылатын технологияларға байланысты бастапқы алынған шикізаттың 10% бізде қалдыққа шығарылып отырады. Қазіргі кезде Қазақстандағы антропогендік іс-әрекеттердің қоршаған ортаға тигізетін әсерінің сараптамасы және қорытындысы бойынша еліміздегі ең алдымен шешуді талап ететін маңызды экологиялық мәселелерге алдымыздағы слайдта көрсетілген негізгі ластану көздері жатады. Ол бірінші шөлдену процесінің ұлғаюы, екінші су ресурстарының тапшылығы, үшінші жайылымдар мен егістік алқаптарының азаюы, төртінші өнеркәсіптік аймақтардағы атмосфералық ауаның ластануы, бесінші мұнай өндіретін аймақтардағы қоршаған ортаның ластануы, алтыншы қоршаған ортаның өндірістік және тұрмыстық қалдықтармен ластануы, жетінші орман және ерекше қорғауға алынған аймақтардың жетіспеуі, сегізінші су қорларының шайынды сулармен ластануы, трансшекаралық өзендердің негізгі ластану мәселелері, тоғызыншы радиациялық ластану, оныншы кен өндіретін аймақтардағы қоршаған ортаның ластануы.
Жер бетіндегі қалалар санының артуы айналадағы ортаның ластануына әсер етуде. Яғни урбандалу дәрежесінің артуымен халықтың санының артуы, тұрмыстық коммуналдық құрылыстар мен өнеркәсіптік зауыт фабрикалардың салыну қажеттілігін тудыруда. Осыған байланысты қалдық сулар мен көлік түтіні, өнеркәсіп қалдықтарының мөлшері артуда. Сонымен бірге ластағыш заттардың негізгі көздері өнеркәсіп, автокөліктер, зауыт, жылу энергетикасы, сонымен қатар әртүрлі өндіріс орындары болып отыр. Жалпы алғанда қалдықтарды шығаратын негізгі көздеріне байланысты өнеркәсіптік және тұтыну қалдықтары деп екі топқа жіктеуге болады. Өндіріс қалдықтарына бұйым алу үдерісінде шыққан және жартылай немесе түгелімен өзінің бастапқы тұтыну сапасын жоғалтқан шикізаттың, материалдардың, шала бұйымдардың, қалдықтардың шикізатты физика-химиялық жолмен өңдегенде, пайдалы кендерді шығарғанда және байытқанда шыққан, бірақ өндірістік үдерістің қажетінен шықпайтын өнімдер жатады. Оларды қайтадан өңдеп, халық шаруашылығында шикізат ретінде, басқа өндіріс орындарында немесе отын ретінде қолдануға болады. Тұтыну қалдықтарына пайдалану кезінде тозған, өздерінің тұтыну қасиетін жойған бұйымдар мен материалдар жатады. Өндірісте олар шығынға шығарылады, ал тұрмыста тасталады. Жалпы тұтыну қалдықтарын үш топқа бөлуге болады. Қатты тұрмыстық қалдықтар, күрделі тұрмыстық техниканың тозған қалдықтары, тұрғын үй қорын жөндеуден түскен қалдықтар. Өндірістік және тұтыну қалдықтары пайдаға асырылатын және пайдаға асырылмайтын қалдықтар деп екіге бөлінеді. Пайдаға асырылатындарға өңдейтін технология болғанына байланысты өнеркәсіптің өзінде немесе халық шаруашылығының басқа салаларында шикізат, шығарылатын өнімге қосымша зат, отын, жем, тыңайтқыш ретінде пайдаланылатын қалдықтар жатады. Пайдаға асырылмайтын қалдықтар өндіру жүргізетін технологияның болмауына және алынған өнімдерге тұтынушының жоқтығына байланысты немесе экономикалық тұрғыда қолдануға жарамайтын қалдықтар жатады. Қоршаған ортаға және адам денсаулығына өте қауіпті қалдықтарға шамамен 600-дей заттар мен қосылыстар жатады. Қалдықтардың қоршаған ортаға әсері олардың сапалық және сандық құрамына байланысты. Қалдықтардың химиялық құрамы әртүрлі болып келеді, себебі олар әртүрлі физика-химиялық қасиеттері бар күрделі заттардың қоспаларынан тұрады. Егер де өндіріс қалдықтары кейбір зиянды заттардың табиғи ортаға өтуіне себебін тигізетін болса, онда олардың осындай қабілеті артқан сайын қоршаған ортаға қатысты қауіптілігі де жоғарылап отырады. Жалпы қауіпті қалдықтарда алдымыздағы слайдта келтірілген қалдықтар жатады. Пестицидтер және олардың құрамына кіретін химия өндірістерінің қалдықтары, радиоактивті қалдықтар, сонымен қатар сынап және оның қосылыстары, сынапты термометрлер, мышьяк және оның қосылыстары, құрамында мышьягі болатын металлургиялық өндірісте шығатын қалдықтар жатады. Қорғасынның қалдықтары, олар көбінесе мұнай өңдейтін және бояу өңдейтін кәсіпорындарының қалдықтарының құрамында болады. Сонымен қатар қолданылмаған медикаменттер, улы химикаттар, бояулар, лактар, коррозияға қарсы қолданылатын заттар да негізгі қауіпті қалдықтарға жатады. Сонымен қатар тұрмыстық химия құралдарының қалдықтары да қауіпті қалдықтарға жатады. Құрамында адамның денсаулығына өте зиянды әсер ететін, сондай-ақ қоршаған ортаға қауіп туғызатын улылық қасиеті бар заттардан тұратын қалдықтарды улы қалдықтар деп атайды. Қолданғанда немесе жанама түрде ағзаның өмір тіршілігін бұзатын заттардың қасиетін улылық немесе уыттылық деп атайды. Уытты қалдықтардың негізгі көздеріне өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы және тағы басқа кәсіпорындар мен шеберханаларды жатқызуға болады.
Өндіріс қалдықтарының қауіптілік класы заттардың улылығын негізге ала отырып есептеу арқылы анықталады. Әр заттың улылық индексін анықтау үшін оның топырақтағы мүмкіндігі шектеулі концентрациясын негізге ала отырып алдымыздағы презентацияда келтірілген формула арқылы анықталады. Қалдықтарды улылығына байланысты келесі топтарға жіктейді. Бірінші, айрықша қауіпті, олардың қалпына келтіру мерзімі жоқ. Екінші, жоғары қауіпті, қалпына келтіру мерзімі 30 жылдан кем емес. Үшінші, орташа қауіпті, олардың қалпына келтіру мерзімі 10 жылдан кем емес. Төртінші, қауіптілігі төмен, өзін-өзі қалпына келтіру мерзімі 3 жылдан кем емес. Бесінші түрі, ол іс жүзінде зиянсыз, қоршаған ортаға қауіптілігі жоқ. Енді қауіпті қалдықтар дегеніміз не? Қауіпті қалдықтар дегеніміз зиянды қасиеттерге, яғни уландырғыш, жарылу қаупі бар, радиоактивті, өрт қаупі бар, жоғары реакцияға қабілеттілік қасиеттерге ие болатын зиянды заттарды қамтитын қалдықтар мен қоршаған орта мен адам денсаулығы үшін өзіндік немесе басқа заттармен байланысқа түскен кезде тікелей немесе ықтимал қауіптілік көрсете алатын заттарды айтамыз. Қауіпті қалдықтарға бір немесе бірнеше келесі заттарды құрайтын қалдықтар жатады. Яғни жарылғыш заттар, оталғыш сұйықтықтар, оталғыш қатты заттар, өздігінен жанатын заттар мен қалдықтар, тотықтандырғыш заттар, органикалық пероксидтер, улы заттар, жұқпалы заттар, коррозиялық заттар, уландырғыш заттар, ұзаққа созылатын және созылмалы ауруларды шақыратын уландырғыш заттар, сумен әрекеттескенде өртке қауіпті газдар бөлетін заттар мен қалдықтар, ауа немесе сумен әрекеттесу кезінде уландырғыш газдарды бөле алатын заттар мен қауіпті қалдықтар жатады. Сонымен қатар жоғарыда аталған қасиеттердің біреуіне ие болатын қалдықтар жатады. Сонымен қатар радиоактивті қалдықтарды да осы улы қалдықтарға жатқызады, бірақ радиоактивтерге белгіленген экологиялық талаптар бар. Қатты тұрмыстық қалдықтарды залалсыздандырудың екі әдісі бар. Ол бірінші, өңдеп қайта пайдаға асыру әдістері, яғни оларды қоқысты залалсыздандырып қана қоймай, оның бағалы компоненттерін пайдаға асыруға негізделген. Екінші, жою әдісі, ол тек залалсыздандыруға ғана бағытталған әдіс болып табылады. Қатты қалдықтарды залалсыздандыру әдістеріне төмендегі әдістер жатады. Ол термиялық әдіс, химиялық әдіс, механикалық әдіс және биотермиялық әдіс. Термиялық жолмен ыдырату әдісіне тоқталып өтейік. Термиялық жолмен ыдырату ол қатты тұрмыстық қалдықтарды зиянсыздандырудың тез әдісі болып табылады. Термиялық залалсыздандыру әдістеріне қоқысты өртеу мен пиролиз жатады. Қазіргі уақытта әртүрлі жылу физикалық қасиеті бар қалдықтарды жағуға арналған арнайы қондырғылар жасалынған. Кейбір өнеркәсіптерде жағу үдерісі қазандықтың күш беретін қондырғыларында жүргізіледі. Яғни жағу алдында ең алдымен өңдеу арқылы қалдықтарды көп жылу шығаратын қасиет беріп жанғыш затқа айналдырады. Жанғыш қалдықтардың барлығы жағылады. Қалдықтарды жағуды 1000-1200 градус температурада жүргізген тиімді. Себебі бұл жағдайда атмосфераға бөлінетін шығарындылардың мөлшері аз болады. Бірқатар елдерде қалдықтарды жағуға температураны ұстай алатын цементтік пештер қолданылады. Мұндай пештерде химиялық тазартуда пайдаланылған өнеркәсіптік ерітінділері, баспа бояулары, бояу сұйытқыштары, қолданылған майлар және органикалық қалдықтар жағылады. Алайда қоқыс өртеу кезінде атмосфералық ауаны, топырақ пен суды ластайтын шлак, күл және түтінді газдар пайда болады. Шлактың құрамында әдеттегі минералдық компоненттермен қатар ауыр металдар мен диоксидтер де кездеседі. Тазарту әдістеріне қарамастан қоқыс өртеуіш зауыттар шығаратын түтінді газдардың құрамында азот, күкірт, көміртек оксидтері, фторлы сульфтек және өте қауіпті заттар, диоксиндер де болады.
Сондықтан да күлді, отты өндірістік қалдықтар сияқты арнайы полигондарда жинақтау және ауаға қауіпті өнімдердің түсуінің алдын алу үшін түтінді газдарды барынша күрделі тазарту қажеттілігі туындайды. Келесі әдіс ол пиролизация, термиялық залалсыздандырудың көбірек келешегі бар және экологиялық тұрғыдан таза әдіс болып табылады. Пиролизация ол органикалық заттарды оттексіз ортада химиялық реагенттер қоспай жоғары 1200-1640 градусқа дейін температурада ыдырату. Пиролиз үдерісінде жанғыш газдар, мұнай тәрізді майлар және жанбайтын шлактар түзіледі. Үдеріс жабық қондырғының ішінде жүреді, сондықтан атмосфераға зиянды заттар аз бөлінеді. Ал шлактар инертті болғандықтан оларды жол құрылысында немесе құрылыс материалдарын өндіруде пайдалануға болады. Пиролиз барысында пластмасса, резинке сияқты қалдықтар да ыдырайды. Қазіргі кезде қалдықтарды бір түрін екінші түрге айналдырып зиянсыздандыру әдісі кеңінен қолданылады. Әдетте улы емес жанбайтын қалдықтар ашық жерде сақталады немесе көміледі. Өте улы қалдықтарды, әсіресе құрамында мышьяк пен кадмий бар қалдықтарды зиянсыздандырады және көмеді. Мысалы, Америка құрама штаттарында мышьягі бар қалдықтарды цементпен араластырып, су өткізбейтін жыныстарда орналасқан арнайы полигондарда көмеді. Полигондар бұл кәдеге асыруға жарамайтын өнеркәсіп қалдықтарын зиянсыздандыру мен көмуге бағытталған арнайы табиғат қорғау құрылыстары болып табылады. Келесі биологиялық технология қатты және өте улы сұйық қалдықтарды зиянсыздандыруда биологиялық технология кеңінен қолданылады. Биологиялық технологияда адамға пайдалы өнімдерді алуға және қоршаған ортаны тазалауға тірі ағзалар мен биологиялық үдерістер қолданылады. Микробиологиялық ағзалар органикалық заттарды тіршілік қажетіне пайдаланады. Оларды зиянсыз түрде немесе пайдалы өнімдерге айналдырады. Биотехнологияны пайдаланудың мысалы ретінде су ерітінділерін қолдануға негізделген кендерден металдарды алудың гидрометаллургиялық әдісін қолдануды көрсетуге болады. Оның бір түрі металдарды бактериялық химиялық шаймалау болып табылады. Қатты қалдықтарды қайта өңдеу биотехнологиясы биогазды пайдаға асыруға және энергия тапшылығын төмендетуге, сондай-ақ қоршаған ортаға антропогенді жүктемені азайтуға, соның ішінде негізгі әсерлі құрамды бөліктерін азайтуға мүмкіндік береді. Тікелей қоршаған ортаны қорғауға бағытталған биотехнология әдістері соңғы уақытта қарқынды дамып келеді. Алдымыздағы слайдта қоршаған ортаны қорғауға бағытталған биотехнология әдістері көрсетілген. Ол бірінші ақаба суларды биологиялық жолмен тазалау. Екінші қатты қалдықтарды биологиялық әдістермен өңдеу. Үшінші ауыл шаруашылық мәдени дақылдарының зиянкестерімен күресуге химиялық пестицидтерге баламалы түрде қауіпті емес биологиялық материалдар жасау. Төртінші ауаны ароматты зиянкестерден биологиялық жолмен тазалау. Бесінші органикалық қалдықтарды және биомассаны пайдалану арқылы қалпына келетін энергиямен шикізат көздерімен қамтамасыз ету. Алтыншы қоршаған ортадағы ксенобиотиктерді биодеградациялау, органикалық химия қалдықтарымен және мұнаймен ластанған топырақты биологиялық жолмен рекультивациялау. Улы қалдықтарды зиянсыздандыруда сонымен қатар физикалық әдістер де қолданылады. Мысалы, әртүрлі сәуле түрлерімен күрделі молекулалардан тұратын органикалық сұйық қауіпті заттарды жай молекулалардан тұратын зиянсыз заттарға айналдыру. Гетерогенді катализ газ тәрізді және сұйық қалдықтарды залалсыздандыру үшін қолданылады. Өндірістік қалдықтарды гетерогенді катализдеудің үш түрі бар. Термокаталитикалық тотықсыздандыруды құрамында аз жанғыш қоспасы бар газ тәрізді қалдықтарды өңдегенде қолдануға болады. Екінші, катализаторлардағы тотықсыздандыру үдерісі газ құрамындағы жанғыш қоспалардың жану температурасынан төмен температурада өтеді.
қоспалардың табиғатына және катализатордың тотығу активтілігіне байланысты 250-400 градус температурада және әртүрлі өлшемдегі қондырғыларда өтеді. Термокаталитикалық отсыздандырып залалсыздандыруды құрамында NOx нитрозды газдары бар қоспаларды өңдеу үшін қолданылады. Үшінші, профазалық каталитикалық отсыздандыруды ақаба сулардың органикалық қоспаларын бұл газды қоспаға және келесі сатыда оттегімен тотсыздандыруға қолданады. Алдымыздағы слайдта бүгінгі дәрісімізде қолданылған әдебиеттер тізімі келтірілген.